Ассалаумағалейкум. Менің каналыма жазылып, жақындарыңызға бөлісе кетіңіз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мөрі уассалату уассалам пайғамбарға шабағат қыл, сүннетің қылған жанға. Жүсіпбек Қожа. Пайғамбарымыздың екі иығының ортасында қызыл шығынға ет болған. Ол сол иыққа жақын орналасқан. Көлемі көгершіннің жұмыртқасындай болған. Бір күні Саид ибн Язид нағашы әпкесімен бірге пайғамбарымызға барады. Әпкесі оның ауырып тұрғанын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басынан сипап, берекет сұрап, дұға жасайды. Артынан дәрет алып сол судан ішіп алады. Осы оқиғадағы суға қатысты ғұламалар екі түрлі көзқарас айтқан. Бірі құманда дәреттен артылған су десе, бірі денесінен аққан су деген. Артқы жағына тұрып, пайғамбарлық мөрді көреді. Ол бөдененің жұмыртқасында екенін айтқан. Әр сахаба әр түрлі сипаттаған. Алла нәсіп етсе, әр біріне тоқталатын боламыз. Жәбир ибн Самур айтты: мен пайғамбарымыздың екі иығының арасындағы мөрді көрдім. Көгершіннің жұмыртқасының мөлшерінде қызыл түйін еді деген. Салман әл-Фариси Парсы империясының тұрғыны болады. Жолда келе жатып, христиандардың жасап жатқан құлшылықтарын көріп, қатты таңғалады. Ол кезде олардың қауымы отқа табынатын еді. Діндерінің негізі Шам өлкесінде екенін естіп, сол жаққа саудагерлерге еріп, үйінен қашып шығып кетеді. Хақиқи жолда жүрген 4 дін өкілінен дәріс алады. 4-ші ұстазы өмірден өтер шағында Медина қаласын сипаттап, сол өлкеге баруын айтады. Сол пайғамбардың уақыты жақындап қалды. Есіңде болсын, ол сыйлықты ғана жейді, садақаны жемейді. Екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөрі бар. Сен оны мінезінен танисың. Сол адамға жармас деген өсиет айтады. Салман әл-Фариси қамданып жолға шығады. Араб өлкесіне бара жатқан адамдарға ала кетуін сұрайды. Жолда әлгі топ Салманды құлдыққа сатып жібереді. Алланың қалауымен сатылып, Ясриб, қазіргі Медина қаласына құл болып жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Медина қаласына келген кез Салман қожайыннан сұранып, қолына құрма алып, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп, оны ұсынады. Оған: бұл не, Салман? Сізге және сахабаларыңызға садақа. Расында біз садақаны жемейміз деді. Ертесіне дәл солай құрмасын алып келеді. Бұл не, Салман? Сізге менің сыйлығым деп айтты. Сонда пайғамбарымыз сахабаларына: ауыз тиіңдер деп айтты.
Салманның ойындағы сипаттар келіп жатыр. Енді тек мөрді көргісі келді. Оны көргеннен кейін иманға келіп, калима шахадат айтты. Ол азаттық алу үшін қожайынымен 1 дирхам және 300 түп құрмаға келседі. Сол құрманың барлығын пайғамбарымыз өз қолымен отырғызып шығады. Тек 1 түпті Омар отырғызады. Келесі жылы сол 1 түптен басқаның барлығы жайғалып шығады. Оған не болғанын сұрағанда, Омар өзінің отырғызғанын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұлып, басынан отырғызады. Келесі жылы ол да жайғалып өседі. Сәржис айтты: мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жанына келдім. Сахабалармен бірге отыр екен. Артқы жағына қарай өттім. Оны Алла елшісі менің мөрді көруді қалап тұрғанымды сезіп қойды да, өзінің көйлегін көтерді. Мен 2 жауырынының ортасындағы жұдырыққа ұқсас мөрді көрдім. Оның айналасында сүйелге ұқсайтын меңдер қал болды деген. Жалпы мөрдің түсі жағдайдың әртүрлі болғанына байланысты өзгеріп отыратын болған. Бір көзқарастар бар. Ол жерде Мұхаммадур Расулулла деген жазу болды деген. Анығында ол жазу болмаған. Ол сөз жүзігінде болған дейді ғалымдарымыз. Имам Байхақиде кіші алманың көлеміндей болғандығы айтылады. Мөр дегеніміз кез келген затты бекіту үшін пайдаланады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам мөрі пайғамбарлардың соңы өзінен кейін ешқандай пайғамбардың келмейтінін айқындайды. Пайғамбарлық мөрдің пайда болуында да бірнеше көзқарас бар. Кейбір ғалымдар анасының жатырында пайда болды десе, бір ғалымдар туылғаннан кейін пайда болды дейді. Бұл туралы Имам Хажар әл-Асқалани сүт анасының қолында болғанда періштелер көкірегін жарып, жүрегін зәмзәммен жуған сәттен бастап дейді. Бірде досымен Бәну Сағ тайпасында жүргенінде бір ғажайып жағдай болды. Бұл жайттан қатты үрейленген Халима мен күйеуі оны өз анасына, туған отбасына келіп табыстауды жөн көрді. Бұл Жәбірейіл періште пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кеудесін жарған оқиға еді. Бүлдіршін Мұхаммед балалармен бірге ойнап жүргенде Аллаға ең жақын періште, әрі Алла мен пайғамбарлардың арасындағы негізгі елші Жәбірейіл алейхиссалам, оған Алланың сәлемі болсын, келіп, оны ұстап, жерге жатқызады да, кеудесін жарып, жүрегін сыртқа шығарады. Және жүрегінен ұйыған қанды алып тастап, бұл шайтанның сендегі үлесі дейді. Сосын Жәбірейіл пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам
жүрегін алтын зәмзәмнің суымен жуады да, жүректі біріктіріп, қайтадан орнына салады. Пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам бірге ойнап жүрген балалар Халимаға жүгіріп келіп, Мұхаммедті өлтірді деп шуылдасады. Жүгіріп келген адамдар оның рең түсі өзгеріп отырғандығын көреді. Бұл хабарды имам Муслим сахаба Анас ибн Маликтен, Алла оған разы болсын, жеткізген. Анас, мен оның кеудесіндегі сол тігістің ізін көретінмін деген. Ар-Рақиқ Әл-Махтум 34-ші бет. Бұл оқиғада пайғамбарымыздың жүрегіндегі шайтанның үлесін алып, қайта кіре алмас үшін мөрі қойылған. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық мөрі арқа жағынан жүрек тұсында орналасқан. Бір күні Абдулла ибн Сиржис пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам бірге ет пен нан араласқан, немесе сарит, ет пен нанды араластырып жасайтын тағам, еттің сорпасы немесе көже ішіп отырған кезде Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам артына өтіп пайғамбарлық мөрін көреді. Сол жақ жауырын жағында орналасқан жұдырықта екен. Жан жағында сүйелге ұқсаған қалдары болған. Қуртуби, Алла рахымына бөлесін, айтуынша, барлық жеткен сенімді хадистер мөрдің қызыл шығыңқы нәрсе болғанына сай келеді. Және ол сол жақ иығында болған. Кем дегенде көгершіннің жұмыртқасындай, үлкен дегенде жұдырықтай болған. Алла жақсырақ білуші.